әкімшілік құқық бұзушылық, қоғамдық немесе мемлекеттік тәртіпке, немесе жеке меншікке, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына қол сұғатын айыпты құқыққа қарсы қоғамға қауіпті әрекет. Ол үшін заңда әкімшілік жауаптылық көзделген. Соңғы әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің баптарына өзгерістер енгізілген, біріншіден бастап қолданысқа енгізілді. Атап айтқанда, отбасы тұрмыстық қатынас арасында құқыққа қарсы әрекеттер 73 бап, және де денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру, және де 73-те 2 бапқа ұрып-соғу баптарына, бөліктеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бұрындары 73 бап бойынша, яғни отбасы тұрмыстық қатынастарда аясында құқыққа қарсы әрекеттер 1 жыл ішінде қайталап жасалса, бұрын 10 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа қалу көзделсе, қазір уақытта тек 10 тәулік әкімшілік қамаққа қалу жазасы көзделген. Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру бабы бойынша 3 іс қаралып, 1 адамға қатысты, яғни ол менің өндірісімде болып, 2 іс бойынша оған айыппұл сомасын төлеу туралы әкімшілік жаза қолданды, ал 1 іс бойынша оған 7 тәулік әкімшілік қамаққа қалу жазасы қолданылды. Яғни атап айтқанда, ол жалпы моншаға барып көпшілік түсетін азаматша алкоголь өнімін өндіруде, яғни сол моншаға келушілерге тиісіп, олар өз арасында жанжал болып, оларды ұрып-соғып, яғни 3 адамды ұрып-соққан, 3 отбасының адамы. Олардың барлығы сараптама қорытындысы бойынша жеңіл дене жарақатын алған. Сол кезде олар 102 арнасына хабарлама беріп, полиция қызметкерлерін шақыртып, оны наркологиялық тексеруден өткізіп, оның алкогольді масаюдың жеңіл дәрежесі деп бекіткен. Жәбірленушілер оған ешқайсысы кешірім берген жоқ. Сондықтан сот оны 3-ші іс бойынша, яғни зейнеткер кісіні сол монша ішінде теуіп құлатып, жеңіл дәрежеде салған үшін 7 тәулік әкімшілік қамаққа қалу жазасын қолданды. Құқық бұзушы азаматша сот қаулысына шағым келтіріп, облыстық қылмыстық істер жөніндегі сот алқасында қаралып, қаулы заңды күшінде, яғни құқық бұзушы азаматшаның шағымы қанағаттандырусыз қалдырылды. Әркімнің өз шындығы бар, бірақ ақиқаты жалғыз. Ақиқат жолында өз құқығыңызды қорғаңыз. Кесімін сот айтады.